Barchangizga selam do'stlar, sizlarmen Bibi Ayşa. Bugun sizlarga baliq pişiriu retseptini usunaman. Eng aldymen balıklarımızdan sırtını arşıp alamiz, onu maydalap turap alamiz. 3-4 ret taza sumen juvamiz. Sodan soň üstüne sudu kuyup, üstüne tuzun salamiz. Men 1,5 kaşık tuz saldım, onu 10 minutga koyup koyamiz suga. Ondan soň duxovkanın setkasyny alıp üstüne koyup, ularda suundan keptirip alamiz. Men sudak degen balık qovurdum. Ol balalar jegenge ыңгайлы, kılkanı onday köp emes. Köbünçe осы balıkты qovuraman. Balıktın adam ağzasına paydası öte köp, көздің көрүүн жақсартады, жүйке жүйесін қалыпқа келтіреді, жадты, ұйқыны жақсарту қабілетіне ие, өмір сүру ұзақтығын арттырады. Teri, tırnak, şaş, sүйек пен тістердің жағдайын жақсартатын қасиетке ие. Суынан кепкен соң мен осындай қылып онға аунатып алдым барлығын. Сонан соң қызып тұрған қазанымызға салып қуырып аламыз. Мен майды қатты қыздырып алдым, содан соң салдым балықтарды. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған соң келесі бетіне айналдырамыз. Balıkты қанша көп жесең де ол адамды семіртпейді. Біздің отбасымызда көбінше балықты осылай қуырып пайдаланамыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Сіздер қалай қуырасыздар, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Балықтарымыз қып-қызыл әдем болып шықты. Міне осылай дайын болды. Енді оны майымыздан аламыз. Балық қуыру ешқандай қиын емес. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Балығымыз дайын болды. Міне осылай барлығын онға аунатып алдым мен. Солай барлығын қуырып алдым. Мен бір ғана балық қуырдым. Осылай барлық балықты қуырып аламыз. Міне достар, барлық балықтарым дайын. Сіздермен болған Биби Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.